Кайырлы таң кыздар, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн өтө әдемі, көңүлдүү, душевный дейт ой, сондай видео болду. Каналыма тиркелип, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Өз ойлоруңузду жаза кетиңиздер. Коробка, екі коробка алдым. Менде 2-4 заказ, 2 подложка, сахарная пудра, разохлитель, ванильный сахар, ванилин, орео печеньесі, лента бітіп қалған лента, орео тортын жасаймын. Мындай воронка алдым. Мен үйде постоянно компот жасаймын, сол компотты бутылкаларға құйып қоямын. Сол кезде ылғи ыңғайсыз болады. Сол үшін осындай воронка сатып алдым. Чеснок езгенге мындай кішкентай терка. Мындай күшті чайник алдым. Деревянный, әдемі. Мынау стеклянный ыдыс алынады, бөлек жуып алуға болады. Сосын ұн алдым. Әрқашанда мен Дани нан алам. Мындай кішкентай қауын алдым. 100 теңге тұрады екен оптовкада. Біз қызымыз екеумізге как раз жетеді. Сосын қызыма мындай әдемі резинкалар алдым. Мындай 3. Мындай күшті заколка алдым. Сливки, творожный сыр тортқа. Болды. Мына 5 розаны маған, 3 розаны қызыма сыйлады жолдасым. Гүлдердің ұзақ вақыт сақталғанын қаласаңыз, салқын суға, вазаға 1 аспирин салыңыз. Сонда 1-1,5 аптаға дейін тұрады гүлдер. Күнде суын ауыстырып, күнде 1 аспириннен салып отырыңыз. Сосын гүлдерді астыңғы жағынан кесіп отырыңыз күнде. Артық жапырақтарын алып тастаңыз, олар суды көп қажет етеді. Олай істесеңіз, жаңағы гүлдің өзіне су көбірек барады. Қыздар, біз Магнумға барып келдік. Қызымыз екеуміз енді не аламды көрсетейін. Мындай тарелкалар алдым. Сорпа құйып ішкенге, жалпы тамақ жегенге, үшеумізге, жолдасыма, маған и қызыма. Стручковый фасоль алдым, нан, макароны, салфетки. Қызым мынандай пластилин алдым, мынандай формочкалары бар ішінде. Сметана, помидоры, черри, банан, листья салата, зелень, сельдерей, кинза, укроп. Қызым алды. Мынандай тәтті алдым өзіме, тәттілер, шай, тесс бананово-клубничный, мындай зеленью деген творожный сыр. Завтраққа бутербродтар жасаймын. Рецептін сіздерге түсіремін. Тряпка, активия, йогурт, чия деген, осы чия деген дәмді деп естідім. Сосын мынандай тряпка. Сосын өзіме колготки алдым. Колготки сатып жатыр екен. Мынандай өзіме носки алдым. Қызыма мынандай носки алдым. Өзіме носки. Мынандай кухонный полотенце алдым. Әдемі күшті. И туалетная бумага. Вау! Күшті. Боям. Пластилин бұл. Намен кетесің. Я? Окей. Қыздар, мен кешкі асты жасауға кірістім. Үйіңізде пияз жемейтін, помидор жемейтін, болгарский перец жемейтін адам болса, бәрін қосып, чеснок бәрін қосып, осылай блендермен езіп, қызып тұрған майға қорып алсаңыздар болады. Міне осындай болады. Осыны енді қызып тұрған майға қорамыз. Тамақ жасау керек болды. Содан тез мынандай тефтели жасай салдым. Бұл жерде ештеңе жоқ. Күріш, пияз ештеңе жоқ. Тек тұз, бұрыш қана қостым. Жұмыртқа и
Біз отбасымызбен хоккей көргенді өте ұнатамыз. Осы Алматы аренада Алматы командасы әр қаладан келген командалармен ойнап жатыр. Біз әрине Алматы командасына жанкүйерміз. Алматы, вперед! Қаттайшы. Сейчас мы узнаем, кто стоит обладателем. Осы аптада достарымыздың қызының туған күніне бардық. Өте керемет көңілді тойлап қайттық. Қызымыз өте жиі ауырып кеткендіктен біз осындай небулайзер немесе ингалятор деп атайды көп адам, осы фирмадан алдық. Каспий кезектен заказ бердік, 20.400 теңге дейма, сондай тұрады. Ішінде наборда небулайзердің өзі балық түрінде, Немо деген мультиктан білетін болсаңыздар. Ішінде 2-3 насадкасы бар, біреуі просто ауызға салып бұл жібереді. 2 насадкасы, біреуі үлкен ересек адамдарға арналған, біреусі балаларға арналған. Осындай ауыз бен мұрынды жауып тұратын маска. Осының ішіне жаңағы дәрігер жазып берген дәрілерді құйып, жаңағы ингаляция жасайсыздар. Ингаляцияны өзіңізше жасамаңыз, міндетті түрде өз дәрігеріңіз айтқанындай сол жаңағы дозада дәріні құйып жасау керек. Ол өте маңызды. Оны артық дұрыс емес ингаляция жасайтын болсаңыздар, ол баланың денсаулығына зиян болуы мүмкін. Немесе осылай демалса да болады, чисто ауызға. Мынау ауыз және мұрынмен бірге демалады бала. Қызымды бірінші рет гимнастикаға алып келдім. Өте қабілеті бар екен, бірақ кішкене ерте, кішкентай әлі. Өйткені то ойнап кетеді, то анда жүгіріп кетеді, мында жүгіріп кетеді. Кішкене ертелеу екенін түсіндім. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, лайктарыңызға рахмет, подпискаларыңызға рахмет.